Бәйдібек ауданында өмірлік қиын жағдайдағы отбасылар үшін әлеуметтік психологиялық сүйемелдеу қызметі жұмыс істейді. Жастар ресурстық орталығы мекемесі жанынан ашылған сектордың негізгі мақсаты зорлық-зомбылық қаупінде тұрған тұлғаларға әлеуметтік психологиялық құқықтық қызмет түрлерін көрсетеді. Аталған мекеменің әлеуметтік бағыттағы қолдаулары туралы алдағы бейнесюжетте. Әлеуметтік психологиялық сүйемелдеу қызметі секторының ұйымдастыруымен жарқын болашақ бүгіннен басталады атты. Дөңгелек үстел Бәйдібек аудандық адалдық алаңында өткізілді. Іс-шараға қатысқан аудандық жастар ресурстық орталығының басшысы Асқар Кенехан және орталық мешіттің бас имамы осы тақырып аясында жастарға кеңінен әңгіме жүргізді. Өз кезегінде аудан имамы дін мен тәрбиенің байланысын айтып өтті. Ал сектор мамандары орталық мешіттің жанындағы дін сауатын ашу орталығының шәкірттеріне және аудан жастарына тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу шараларын түсіндіріп, сауалнама таратты. Бұл мекеме 2014 жылдан бері ашылып жұмыс жасап келе жатыр. Қазіргі таңда көп отбасыларға көмектесіп, жағдайын жақсартуда жұмыс жасаудамыз. Әлеуметтік қызметкерлер сектордың нақты міндеттерін айта кететін болсам, әлеуметтік қызметкерлер отбасыда зорлық-зомбылықты болдырмау, болған жағдайда оң нәтижесімен шешуге әрекет жасауға және тәуекел отбасылармен жұмыс жасауға, заң жүзінде тегін кеңес беруге және психологиялық көмек көрсетуге біз әрқашан дайынбыз. Әлеуметтік қызметкер бұл отбасыдағы зорлық-зомбылықтың алдын алу бағытында ашылған мекеме. Бұл мекемеде келген азаматтар мен азаматшалардың мәліметтері құпия сақталатын ескере отырып, көмек көрсетуге, әрдайым тегін көмек көрсетуге дайын екенімізді мәлімдейміз. Жалпы бұл сектор жыл басынан бері діни экстремизм мен терроризмнің және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында дөңгелек үстел өткізсе, аудандағы кәмелетке толмаған жастар арасында зорлық-зомбылыққа қарсы моральдық психологиялық көмек көрсету бойынша түрлі іс-шаралар ұйымдастырып келеді. Адам өмірінің құнды байлығы отбасы деп алсақ, 4 отбасыға, яғни өмірдің қиын жағдайындағы тұлғаларға әлеуметтік психологиялық көмек көрсетіліп, заңгерлік кеңестер берілді. Отбасылық жағдайға қиыншылыққа түскен едім. Әлеуметтік эспес мамандары келіп көмектесті. Жаңағы документтерімді, атаулы әлеуметтік көмек документтерін турлап берді. Үйдегі отбасылық қиыншылықтарым азайтылып, бұл кісілерге үлкен рахметімді айтамын. Күнделікті маған келіп тұрады, звондап тұрады. Бұл жерде Райымбекке үлкен рахметімді айтамын. Қазақстан Республикасы бас прокурорының қолдауымен жүзеге асып келе жатқан әлеуметтік психологиялық сүйемелдеу қызметі секторының жұмысы қазіргі таңда біршама жетістіктерге жетуде. Яғни отбасы арасында қиындыққа ұшыраған тұлғалар саны азайып, зорлық-зомбылық шараларын алдын алу жұмыстары оң нәтижесін беріп келеді. Салтанат Рүстембек, Ерлан Абзалұлы, Айға қоғамдық телеарнасы.